түсуде. Сондықтан бұрын осы бір ай бұрын біз қаламызды 30 секторға бөліп, әр секторға дезинфекциялау жұмыстарын күшейтуге, жаңа да халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізуге сондай тапсырма бергенбіз. Енді бүгін қазір жаппай өзіңіз жаңа жауапты секторге барып, сол дезинфекция жұмыстарын арғы қатаң жүргізіп, сонымен қатар халыққа бәрін түсіндіріп айту керек. Қайтадан бір ескерту жасау керек. Үйден шықпау керек. Шыққан адам, жаңағы себепсіз шыққан адамға ол заңда көрсетілген жауапкершілікке тартылатын болады. Штраф салынатын болады, немесе административный арест. Сейчас нужно всем объяснить, какова серьезная ситуация. Вообще сами видите по миру, число заболевших растет. Мына індеттен құтылу үшін далаға шықпай отырыңдар. Қолды уақытылы жуып бала-шағаға үйге ұстап отырыңдар. Ауырмаңдар. Мына індет тезірек кетсін. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді мынау қазіргі індет жағдайына байланысты үйде отыруларыңызды сұранамыз. Балаларды көшеге шығармауларыңызды сұранамыз. Бәріміз жеңеміз, үйде болайық, біргеміз. Отбасыларыңызбен үйде отыруларыңызды шақырамыз. Бүгінгі карантинге байланысты үйде отыруларыңызды сұранамыз. Бұл біздің бала-шағамыздың және қасымызда жүрген ағайын достарымыздың барлықтарының денсаулығына тікелей байланысты болады. Соларды қорғайық. Көшеге шықсаңыздар, маска киіп шығыңыздар.